Павел Ильянов, Шахрияр Мамедьяров, клубтық командалық Европа чемпионаты. D4, D5, C4, C6, Славян қорғанысы, CD, CD, айырбастау варианты, піл F4, ат C6, E3, ат F6, піл D3, піл G4, F3, піл D7. Енді бұл Капабланканың сүйікті жүстерінің бірі. Ат C3, E6, G4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаңыздар болады. Піл E7, ат G2, тура C8, патша F2, былай және H4. Өзіміздің патша қанатындағы әрекетімізді жалғастырамыз. Ат E8, G5, F5 және тура C1. Мына пілге көңіл аударыңыздар. Бұл пілдің мүмкіндігі әрине шектеулі, өйткені бүкіл сарбаздар оған кедергі жасап тұр. Ат D6, Капабланканың аты, B3, C4-тегі торды бақылауға аламыз. Вәзір A5 және H5. Ақырындап жылжып кел жатырмыз мына патша қанатында. Ат B4, A4. Қорықпаймыз, мына пілді алса ала берсін. Ең басты мына пілдің шығуына ешқандай мүмкіндік бермеу керек. Алдық. Тура C6, G6. Сарбаз шеге, немесе қосалқы өтетін сарбаз деп аты бар. H6, бұл енді құлпы әдісі деп аталады, толығымен жауып тастады. Патша қанатын ат A2, алдық. Тура C1, былай алдық және вәзір C2. Біліп тұр, мына пілдің қаншалықты нашар екенін біліп тұр. Сол себепті қорықпай, ештеңеден қорықпай, қазіргі таңда айырбастап жатыр. Вәзір D8, патша G2, ат F6, ат G3, өткен мына сарбазды міндетті түрде қорғау керек. Ат D7, ат C1, піл H4, мына аттың көзінен жойып, соңын бәрбір ат F6 және ат H5 деген әрекет жасағысы кеп тұр. Бірақ ат C2, піл E7, ат C1, піл H4, C2, піл E7 және патша H3. Павел Ильянов қарсыластың тамырын басып көрді. Тамырын басып көргеннен кейін айтты, жақсы, онда ары қарай жалғастырайық деп. 6, ат C1, бірақ бәрбір мына пілдің қаншалықты нашар екенін сіздер көріп тұрсыздар. Піл H4, ат D3, піл E7 және вәзір C3. Піл негізгі орталыққа келді және ат E2 және піл G5. Бұл жүріс деген дұрыс емес деп айтады, өйткені ат F4 енді мына жерде Капабланканың аты болатын болса, мына жерде Александр Алехиннің сүйікті аты. Алдық. Енді мына екі аттың қаншалықты мықты екенін көріп тұрсыздар. Мына пілдердің мүмкіндігі шектеулі. Алдық болды. Енді қарсылас өте қатты қиналады, өйткені бұл нашар піл, мынау бір керемет ат деп айта аламыз. Вәзір D6, енді асықпай, қазіргі таңда өзіміздің позициямызды жақсартуға тырысуымыз керек. Себебі бұл жерде сіздер білесіздер, атпен және вәзірдің өзара үйлесімділігі қаншалықты мықты екенін сіздер жақсы білесіздер. Бірақ қарсыластың бір осал жерлері көп емес, осыны да ұмытпау керек. A7, D3, патша D2, енді мына C жолы бойынша кіретін жол қалдырмау керек. Былай шах, былай ат C5. Көрдіңіздер ме? Мына E5-тегі ат әрине тамаша, бірақ C5-тегі ат мына сарбазға шабуыл жасап тұр. Және болашақта мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Шах, патша E2, алдық, шах, және осымен ойын аяқталды. Өйткені ерте ме кеш пе мат қойылады. Патша егерде былай баратын болса, онда вәзір D8, вәзір D6 шах болады. Егерде F6 болатын болса, вәзір D8 мат болады. Сол себепті былай баратын болса, вәзір D8 мат. Егерде былай баратын болса, онда шах, содан кейін ат E6 тағыда осындай әрекеттер болады. Тамаша партия деп айталам. Павел Ильянов осы айырбастау вариантының өзінің жаңа қырларын көрсетті деген ойдамын.